Саламатсыздар ма оқушылар, 11 сынып алгебра оқулықта 16-та 12 есептің шығарылуын көрсетейін. Комплекс санның модулін тап дейді. Біріншісін қарастырайық. Бізде комплекс санымыз косинус 2 альфа минус и синус 2 альфа деген комплекс сан. Енді осы комплекс санның модулін табу керек. Ол үшін расында косинус квадрат 2 альфа және мынаның квадраты плюс синус квадрат 2 альфа. Так, бізде косинус квадрат 2 альфа мен синус квадрат 2 альфаның қосындысы ол тепе теңдік бойынша 1-ге тең, сондықтан ол 1-ге тең болады. Так, келесі екіншісін қарастырайық. Бізде z комплекс санымыз 1 қосылған косинус 2 альфа плюс и синус 2 альфа. Так, енді модулін тапсақ, мынаның квадраты түбірасында 1 қосылған косинус 2 альфаның квадраты плюс синус квадрат 2 альфа. Так, енді қысқаша қойды формасы бойынша ақшаны ашсақ, 1 плюс 2 еселенген екеуін көйтсе 2 косинус 2 альфа плюс косинус квадрат 2 альфа плюс мына синус квадрат 2 альфаны жазып қойын. Барлығын түбірдің астына алсам, тең болады. Бізде мынау 1-ді береді. Сондықтан ары қарай түбірасында 1 қосылған 2 косинус 2 альфа плюс 1 деген теңдік шығады, ары қарай тең болады. Енді бізде косинус 2 альфаның формуласы бар. Косинус 2 альфаның формуласы, нәтиже жазып қойын. Косинус 2 альфа бізде 2 косинус квадрат альфа минус 1 деген формуланы қолданып көрейік. Осыны апарып мында қоям. Түбірасында мына 1 мен 1-ді қоссам 2 болады. Плюс 2 мынау дегеніміз сонда 2 косинус квадрат альфа минус 1-ді береді. Так, тең болады. Жақшаны ашсам, мынау 2 қосылған. Мына екінші жақшаны ішіне көтем 4 косинус квадрат альфа. Мына 2 мында көтілгенде минус 2. Төрдің астына алайын. Мына 2 мен 2 жойылып кетеді. Сонда тең болады 4 косинус квадрат альфа 4-дің астында. Енді 4-тің түбірі бізде 2-ге тең. Косинус квадрат альфаның түбірі бізде косинус альфа немесе модульмен жазсақ, косинус альфаға тең болады. Так, ары қарай келесі үшіншісін қарастырайық. Үшіншісі z комплекс саның бізде синус 4 альфа минус 1 қосылған косинус 4 альфа и болады. Енді осының модулін тапсақ, тең болады синус квадрат 4 альфа плюс 1 плюс косинус 4 альфаның квадраты болады. Так, есептейік. Синус квадрат 4 альфаны жазып қоямды. Мынаны қысқаша қойды формасы бойынша ашсам, 1-дің квадраты 1 плюс 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 2 косинус 4 альфа плюс косинус квадрат 4 альфа болады. Так, түбірдің астына алайын, тең болады. Так, бізде мынау мен мынау 1-ді береді. Ол мына 1-ге қосылады да 2 болады. 2 қосылған 2 косинус 4 альфа. Так, түбірдің астына алайын, тең болады. Енді бізде косинус 2 альфа дегеніміз не? Косинус 4 альфа. Банағы 2 альфаның формуласы бойынша бізде ол 2 косинус квадрат 2 альфа минус 1-ді береді. Сонда тең болады 2 қосылған 2 жақшаның ішінде косинус 4 альфа 2 косинус квадрат 2 альфа минус 1-ді береді. Түбірдің астына алайын, тең болады. Жақшаны ашсам, бізде 2 қосылған 4 косинус квадрат 2 альфа минус 2-ні береді. Түбірдің астына алсам, 2 мен 2 жойылып кетеді. Мынау сонда 4 косинус квадрат 2 альфа түбірдің астында. 4-тің түбірі бізде 2 тең, косинустың квадрат болса, оның түбірі косинус 2 альфа немесе модульмен жазсам, косинус 2 альфаны береді екен. Так, төртіншісі бізде z комплекс санымыз синус 6 альфа минус 1 минус косинус 6 альфа и. Енді бұның модулін табайық, тең болады синус квадрат 6 альфа плюс мынаның квадраты плюс 1 минус косинус 6 альфаның квадраты. Тең болады синус квадрат 6 альфа плюс мына қысқаша қойды формасы бойынша ашсам, 1 минус 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі
Косинус 6 альфа плюс косинус квадрат 6 альфа. Мынаны бір төрдің астына аламын. Болады. Мына мен мына бізде 1-ді береді. Ол мына 1-ге қосылып 2-ні береді. Минус 2 косинус 6 альфа төрдің астында. Тең болады. Енді бағанағыдай косинус 6 альфа дегеніміз ол 2 косинус квадрат 3 альфа минус 1-ді береді. Орнына келіп қойын. 2 минус 2 жақшаның ішінде 2 косинус квадрат 3 альфа минус 1. Тең болады. Жақшаны ашсам 2 минус 4 косинус квадрат 3 альфа минус плюс 2. Жақсы 4-дің астына алайын. Тең болады. Мына 2 мен 2 қосылады 4 минус 4 косинус квадрат 3 альфа 4-дің астына алайын. Тең болады. 4 жақшаны сыртына шығарып жүрсем, мына 1 минус косинус квадрат 3 альфаны береді. 4-дің астында тең болады 4. Мынау бізде синус квадрат 3 альфаны береді. 4-дің астында 4-дің түбірі 2 тең, косинус 3 альфаны береді.